Осы бар ғой, бір-біріңді көре алмауды қою керек қой. Қарап отырсаң, көп қыз-келіншектер айдаладағы біреуді көре алмай отырады. Мысалы, өзіме келетін болсақ, бір видео салатын болсам, астына барлығы жақсы пікір жазып, мақтап жатқан болса, ішінде хотя біреу бар ғой, жаман пікір жазып кетеді ғой. Ойбай, ананы үйттің ғой, мынаны бүйттің ғой деп та. Неге ондай екен? Бір оқырманым осы тамақты жасағанымды сұраған екен. Алдымен капустаның астын төртке бөліп, қайнап тұрған судың үстіне 15 минутқа қалдырамыз. Картошка, пияз, морковь барлығын дайындап қоясыздар. Оларды жақсылап тұрып қуырып, суын құясыздар. Қайнап тұрған капустамызды алып, міне осылай етіп ашисыздар да, үстіне кез келген салмасын салып, осылай орап шығамыз. Салмасына бізде фарш, пияз, тоз, қара бұрыш. Бұл жерде мен барлығын қуырып жатырмын. Суымызды құйып, қайнатып 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер. Бүгінгі менің жұмысым осы кухня мен кіреберістер тазалау болған. Барлық жерді сыпырып, тазалап, полын жуып шықтым. Айтпақшы, қыздар, бағанағы өсектің жалғасы. Қыздар, бір-біріңді көре алмауды қою керек қой. Ай, даладағы біреумен ұрсып оған пікір жазып, нерв болып, не құдайдың азабы. Мына сөз бар ғой, бар болса көре алмас, жоқ болса бере алмас деген тура осындай адамдарға арналған ғой. Айтам ғой, мені қатты жақсы көретін оқырмандарым өте көп та, соларға көп алғысымды айтам. Жаман пікір жазған адамдардың астында кәдімгідей менің оқырмандарым ұрсады ғой. Не жұмысың бар, өзіңнің жұмысын өзі жасап жатыр. Саған ұнамай ма, ұнамаса келіп жасап бер дейді ғой. Кәдімгідей қуанып қаласың бар ғой. Мен үшін кәдімгідей сөйлеп, біреумен ұрсыпшы. Менің мақсатым ұрыстыру емес, жай ғана біреуді көре алмауды қою керек.